Бесік той. Биесі құлындап, сиыры бұзауласа, көтен асып, ырым жасайтын тойшыл думаншыл қазақ сәбиді бесікке салғанда той жасамай, ойын-сауық өткізбей тұралама. Жиған тергенін халық пен қонағына ақысыз пұлсыз шашатын қазақ бесік тойының шығынына мәу демейді. Қайта аз болады, келгендер ренжіп қайтар деп, кем-кетік жібермеуге барынша тырысады. Бесікті арнайы ісмер жасайды. Жергөктен шығып, ит көйлек кигізген сәбиді бесікке ауылдың кез келген әйелі салмайды. Бұған да ел жұртына аяулы ұрпақты бір бәйбіше лайық. Бұрынғы шаман діннің отқа табынған салты бойынша әлгі бейшара темірді отқа қыздырып, сәбидің маңына пәле-жала жын-шайтан жоламасын деп бесіктің арқалығын бірнеше жерден қарайтып тұрып қариды. Басқа бәйбішелер қырандай болсын деп бүркіттің тұяғын байлайды. Арқалыққа кейбірі тұмар жаздырып тағады. Бұл бесік дегеніңіз баланың тазалығы үшін, көшпелі елдің көші-қоны, ат үсті үшін табылмайтын қолайлы нәрсе. Баланың как ету үшін, кіш ету үшін түбектен қолайлы нәрсе жоқ. Түбіне күл салынған осы бір киіз түбектің өзі де тым таза. Бесіктегі бала көбінесе омыраудан шыққанша жатады. Ит көйлегі тозып, қарын шашы алынған бала талпынып, артынан бақа тірсегі бір бүктеліп, бір созылып еңбектей бастайды. Бұл кезде дөңбекші бесікке өзінің де жатқысы келмейді. Бала бұл шамаға келген соң бесікті ас қадірлейтін қазақ әдемілеп тазалап, келешек ұрпақ тезірек келсін, енді сол жатады деп үйдің ең бір сенімді жеріне сақтайды. Бесікті қазақ құрметтейтіні, сақтайтыны соншалық, атасы жатқан бесікке немерелер жатады. Әсілі қазақтың туған жерін алтын бесікке теңеу осы ардақтаудан шыққан болар. Сондықтан да бесік тойы қазақ өмірінде үлкен орын алады. Бесікке баланы қырқынан шыққан соң салады. Оған дейін бала жергөкте болады. Өйткені оған ит көйлекті кигізу қиын.